Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 8-ші сынып алгебра пәнінен 2-ші тоқсандағы БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. 2-ші нұсқасы. Бірінші есепте тік төртбұрыш тәрізді жер учаскесінің ауданы берілген. Осы жерде А және Б мәндерін табыңыз делінген асында. Так. Х квадрат минус 4х плюс 3 тең болады 0 деп 0-ге теңестіріп аламыз да. Виет теоремасын қолданып x1, x2, яғни түбірлерін табамыз. Қосындысы плюс 4-ке тең болу керек, көбейтіндісі 3-ке тең болатын. Ол қандай сандар? 3 және 1. 3 пен 1-ді қоссақ 4 шығады, көбейтсек 3 шығады. Яғни x1-іміз 3-ке, x2-іміз 1-ге тең деген сөз. Енді осы жерде мынаны жазатын болсақ, көйткіштері жіктеп жазатын болсақ, бізде x минус x1, x минус x2 болады, яғни мына жерде А, мына жерде Б тұр деп есептейміз. Сонда x минус 3, x минус 1 болады екен. Сонда А бізде 3-ке, Б бізде 1-ге тең деп аламыз. Енді келесі басында бізде тік төртбұрыштың ұзындығы x қосылған А метр, ал ені x қосылған Б метр болса, онда анықталған А және Б мәндерін қолданып, жер учаскесінің периметрін өрнектеңіз дейді. Негізі мына жерде сіздерде минус болу керек. Мүмкін мына жерде қателесіп кетті. Берілгенінде. Так, демек біз периметр дегеніміз жалпы екі еселенген ұзындығы мен енінің қосындысы, Енді осыған қоятын болсақ, 2 бізде мына ұзындығының өзіне x қосылған А деп тұр ғой. Яғни x азайтылған 3 деп аламыз оны, сосын ені бізде x азайтылған 1. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз, x-ке x қосамыз 2x болады, минус 3 минус 1 бізде минус 4 болады. Жақшаны ашатын болсақ, 2-ні 2x-ке өтсек 4x болады, азайтылған 2-ні 4-ке өтсек бізде 8 болады. 4x минус 8. Келесі екінші есепте берілген 3 мүшеден 2 мүшенің толық квадратын бөліп алыңыз дейді. X квадрат минус 14x қосылған 53 тең болады. Так, бізде x-тің квадраты дейміз. Азайтылған 2 еселенген x көбейтілген 7 деп аламыз. Сонда 14x-іміз шығады. Қосылған 7-нің квадраты. Так, сосын бізде мына жерде 53 шығу үшін 49-ға тең ғой. Так, 53 шығу үшін 4 қосуымыз қажет. Мынаны біз қысқаша ойт формуласын саламыз. X азайтылған 7-нің жақша сыртында квадраты қосылған 4 деп аламыз. Толық квадратын бөліп көрсеттік. Так, келесі үшінші есеп теңдеуді шешіңіз делінген. Так, 3x минус 3-тің x қосылған 2-ке қатынасы, қосылған x квадрат азайтылған 7-нің x қосылған 2-ге қатынасы тең болады 3-ке. Бөлімдері бірдей, демек x қосылған 2-ні бөлім етіп аламыз, алымдарын қосамыз. 3x минус 3-ке қосамыз x квадрат минус 7-ні. Тең болады 3. Так, осы жерде x-тің квадраты қосылған 3x минус 7 минус 3 бізде минус 10-ды береді. Так, сосын пропорция бойынша көбейтіледі, яғни 3-ті x қосылған 2-ке көбейтеміз. X-тің квадраты плюс 3x минус 10 тең болады 3-ті x көбейтсек 3x, 3-ті 2-ке көбейтсек 6. Так, x-тің квадраты плюс 3x минус 10, мына жаққа шығарамыз, минус 3x минус 6 болып шығады, тең болады 0. Осы жерде минус 3x-тер жойылады. Так, x-тің квадраты минус 16 болады, 10-ға 6 қосылады, тең болады 0. X-тің квадраты тең болады 16 болады. Ал қандай санның квадраты 16-ға тең? Плюс минус 4-тің квадраты бізде 16-ға тең. Яғни жауап минус 4 және 4 болады екен сонда. Келесі 4-ші есеп жаңа айнымалы енгізу әдісін қолданып теңдеулерді шешіңіз дейді. Так, бізде x-тің квадратын А деп аламыз, ал x-тің 4 дәрежесі сонда А квадрат болады екен. Яғни А квадрат қосылған 5А азайтылған 36 тең болады 0.
енді вет теоремасын қолданатын болсақ, қосындысы минус 5-ке, ал көбейтіндісі минус 36-ға тең 2 сан бізде. Минус 9 бен 4 болады. Минус 9 бен 4-ті қоссақ минус 5 шығады, көбейтсек минус 36 шығады. Сонда А1 бізде минус 9-ға тең, А2 бізде 4-ке тең деп аламыз. Енді орнына апарып қояйық. Х квадрат тең бізде А-ға деп тұр ғой. Яғни А1-ге деп алайық. Х квадрат тең болады минус 9. Х-тің квадраты қай жағдайда минус 9 болады? Бұл дұрыс емес. Себебі кез келген санның квадраты бізде оң сан болады. Мына жерде теріс сан болып тұр. Демек, мына жерде шешімі жоқ. Так, х квадрат тең болады А2 деп алайық. Х квадрат тең болады А2-ның орнына сонда 4-ті қоямыз. 4 бізде минус 2 мен плюс 2-ның квадраты. Сонда бізде жауабы минус 2 және 2 болады екен. Және де оқушылар, сіздерге ақпарат ретінде айтып өтейін. Плейлист бөлімін қарасаңыздар, каналымызда барлық сыныптардың БЖБ, ТЖБ тапсырмалары көрсетілген. Сол плейлисттерден ашып қарасаңыздар болады. Және де есептерде 8-ші сынып, 5-ші сынып, 6-ші және барлық сыныптардың есептері толықтай